Танысып қойыңдар, бұл Боб, және ол бүгін қобалжымаса болады. Өйткені бүгін оған мүлдем ештеңе қауіпті емес. Әлбетте, егер біз сынайын деп жатқан қауіпті қарудың 3 түрін санамағанда. Қызық, бұның бәрін кімге сынайды екенбіз? Сен жолы болғыш сияқтысың, Боб. Сонымен бізге бірінші болған револьвер. Орыс рулеткасын ойнағың келмей ме? Өзіңмен өзің. Ұзаққа созбаштың, мен бүкіл 8 патронды оқтауды шештім. Бірақ та сәттілік сенің жағыңда. Оқтың бастапқы жылдамдығы 420 метр секундты құрайды, ал оның күштілігі 500 джоульға тең. Оны жүк көліктің 100 км/сағат жылдамдық соққысына салыстырсақ болады. Ей Боб, саған ыстық болып келе жатқан жоқ па? Әрине, бізде қазір жоспар бойынша от шашар. Оттың ішіндегі температура 1600 градусқа барады. Бұл асфальтты, танкты, немесе әрі сұйық бізге болашақтан келген Боб терминаторды ерітуге жеткілікті. Бобқа кеңес бере алатын жалғыз нәрсе бұл medium bell қуыруын таңдау. Енді не сынап көреміз? Оу, гатлинг оқшашары. Тамаша таңдау, Боб. Үлкен калиберлік оқшашар атыс жылдамдығы секундына 50 айналымға жетеді. Сондықтан бізге бар жоғы 1 минут жеткілікті. 3000 Бобтың көзін жою үшін. Міне Боб, бұл қорқынышты емес еді, солай ма? Айтпақшы, менде саған сыйлық бар. Бұл атыс гранатасы F1 40 метр берілу радиусымен. Алғыс айтпасаң болады. Осы видеоны достарыңа көрсет және каналға тіркел. Келесі шығарылымды өткізіп алмас үшін.